Хай достар, сіздермен Асқар. Мен бүгін «Блуждающая земля» деген кино жайлы айтатын боламын. Ал сіздер арнаға жазылып, лайк баса отырыңыздар. Ендеше кеттік. Алыстағы болашақ. Күн сөнуіне аз қалды. Жер бетінде неше түрлі апаттар белең алуда. Құрғақшылық, жануарлардың қырылуы, адамдардың әбден кризиске ұшырап жатыр. Ғалымдар жерге қозғалтқыш орнатып, күн жүйесін ұшып кетуге дайындалады. Әр ел өз жеріне биіктігі 11 шақырым болатын қозғалтқыштарды орнатады. Бұндай қозғалтқыштардың саны жер бетінде 10 мың. Олардың мақсаты 2500 жыл ішінде жақын Альфа Центавр жұлдызына жету. Жер бетінде күрт температура -70-ке түскен. Себебі жер өз орнынан шығып кеткеніне 17 жыл болған еді. Адамдардың 3/1 тірі қалған. Олар жер астына кіріп өмір сүріп жатады. Сол кезде жер Юпитердің қасына келеді. Механик Люций өзінің қарындасын Хайн Додоны жұмысына тығып алып кіреді. Оған жерді сыртынан көрсетем деп айтқан болатын. Олар ұрланған костюм мен қолдан жасалған құжаттарды пайдаланып, жоғарғы көтерілгенде -80 градуста үнемі қар жауып, жел соғып тұрған Пекин қаласын көреді. Және атасының үлкен көлігін мініп шығады. Подполковник Лю Пацан зейнетке кеткелі жатыр. Оның досы Макаров құттықтап ішімдікті береді. Әріптестер Люцанды соңғы жұмыс күнімен құттықтайды. Жер бетінде Люци мен Додо қатты жылдамдықпен полицияларға ұсталып қалады да қамалады. Олар сол жерде қамалып отырған сарышашты Тиммен танысады. Оларға атасы пара ретінде ақша әкелгенде полиция оны да қамап тастайды. Юпитердің тартылыс күші асқынып, жерді өзіне тарта бастайды. Жер астындағы орындар қирап, 5000-дай қозғалтқыш істен шығады. Ғарышкерлер 37 сағаттан Юпитерге соғыламыз деп айтады. Апатты пайдаланып Люци, Додо, Тим және атасы түрмеден шығып, атасы тастар арасынан көлікті басқарып аман қалады. Ғарыш бекетінде жұмыс жасап жатқан Люцан әкесіне хабарласып, балалары жайлы сұрайды. Ол оның қасында екенін айтады. Ғарышкерлерге жоғарыдан бұйрық келіп, бәріңіз гипер ұйқыға кетіңіздер, энергияны экономдаңдар дейді. Солай ғарышкерлер ұйқыға кетеді. Мемлекеттің бұйрығымен атасы Хайнзанға қозғалтқышты алып келуге жұмысты тапсырады. Олар қирап қатып қалған Шанхай қаласынан шығады. Сол кезде оларға көмекке капитан Ван Ле және оның тобын жібереді. Сол кезде Юпитер тартылыс күші артып, жердің атмосферасын тарта бастайды. Ван Лей тобы және атасы 3 жасөспірімдерді біріктіріп, сақтаулы тұрған қозғалтқыш ядросын табады. Бірақ сол жерде атасы Хайнзан суыққа қатып көз жұмады. Оған қатты ашуланған немересі қасына қарындасы Додо мен Тимді алып бөлек кетіп қалады да, олар тұрған көлікті тауып алады. Оның ішінде отырған Ли есімді қызметкерді тауып алады да, олар оны жылытып көлікпен жолға шығады. Ван Лейге кенеттен Ханчжоу қаласының астындағы тұрғындарда апат болып жатыр, онда магма аққалы тұр деген хабарды естиді. Ван Лей тобы асығып сол қалаға келгенде бәрі кеш болады. Магма оларды жауып тастаған еді. Ван Лей тобындағы бір қыз кешіккеніне ашуланып, ядро бәрібір пайдасыз деп, оны атып, істен шығарып тастайды. Содан кейін оларға Люци, оның достары көлікпен келеді. Олардың көлігінің ішінде жаңа қозғалтқыш ядросы болады да, олар Ван Лей тобын көлікке кіргізіп, экватор жаққа бет алады. Сол кезде ғарыш бекетінде подполковник Люцан гибер ұйқыға жатайын деп жатқанда, ғарыш бекеті істен шығып, оны орталықтан баптау керек болады. Ол Макаровты қасына алып, ашық кеңістікке шығып, орталық басқару барып, ситуацияны шешеді. Сол жерде Макаров көз жұмады. Люцидің достары және Ван Лей тобы Филиппинге жетеді. Сол жерде Люцидің ойына бір идея келіп, егер жердің 30%-ның оттегісін Юпитер өзіне жұтып, өзінің сутегімен араластырып алса, онда оны өртеп, инерция жасауға болатынын ойлайды. Люци мен Тим қозғалтқыш ядросын тиісті жерге апарады. Ол жерде оны кран арқылы орнатып, сәл болмағанда Люциде көз жұму қаупі туады, бірақ Тим оны құтқарып қалады. Сол кезде Додо қозғалтқыш жанынан қашып бара жатқан көліктерді көмекке шақырады. Олар оралады. Ван Лей тобы қозғалтқышты қосу жолында жандарын береді. Сосын көптеген адамдар келіп, плазмалы қозғалтқышты іске қосады. Бірақ плазма оты Юпитерге 5000 шақырым жетпей қалады. Мұны білген Люцидің әкесі подполковник Люцан ғарыш бекетін қолға алып, ішіндегі барлық плазмалы энергиямен Юпитер мен жер арасында өзінің өмірін қиып, жарылыс жасап қосады. Осы сәтте Юпитер атмосферасында қатты жарылыс болып, оның пульсімен жерді кері лақтырады.
Люци мен Додо және Тим тірі қалады. Жер осылай кеңістікке шығады. Алдыда 2500 жыл бар. Жер ашық кеңістікке кете барады. Сіздермен бірге болған Асқар. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер.